Сәлем достар, бүгін сіздермен закваска жасау тәсілін үйрететін боламын. Алтын ала алмамызды мен осылай уақыттап турап 0,5 баклажканы ішіне салдым да, бірде бір су құйып, 3 күнге жылы жерге қойып қойдым. 3 күннен кейін осылай қақпағын жайлап, бұрап ашып, ішінің газын шығарып аламыз. Одан кейін бөлек ыдысымызға ішіндегі суымызды сүзіп алатын боламыз. Енді бізге весейдің көмегі қажет болады. Весейға бөлек ыдыс қоямыз да, жаңағы шыққан суымызды өлшеп аламыз. Бізге осындай үлкендеу ыдыс керек болады. Осы ыдысымызға жаңағы суымызды құйып, үстіне дәл осындай 166 грамм су шықты. Сол бойынша 166 грамм ұн салатын боламын. Енді екеуін жақсылап араластырып аламыз. Ішінде құрғақ ұн тұрып қалмауы қажет. Мұқият болыңыздар. Міне бізде осындай әдемі опора шығады. Осыны енді шағын банкамызға салып аламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Каналыма өз үлестеріңізді қоса жүріңіздер. Мен толық барлығын салдым. Міне осындай болып тұрады. Осыны енді қақпағын жауып, 3-4 сағатқа жылы жерге қоямыз. Менде уже 3-4 сағатта осылай аштығымыз көтеріліп, дайын болды. Дауысын қараңыздар, дауысының өзі ерекше. Осы аштық арқылы неше түрлі бауырсақ нандарымызды пісіре алатын боламыз. Оны келесі сабақта айтамын. Сау болыңыздар.